Мынау енді Hyundai Elantra. Көріп тұрғандарыңыздай жаңа. Қазір көреміз қай жылғы. Ваттың күші бар екен. Объем 2 литр, люкс комплектация 2021 жылы екен. Бағасы 11 миллион 790 мың теңге. 6 сатылы қорап, 6 сатылы автомат, 2 ВД, яғни передний привод екен. Hyundai Sonata, черный бриллиант походу. Қазір ішіне отырып көреміз. Көріп тұрғандарыңыздай автомат, коробка автомат, бірақ кнопка арқылы екен. Акустикасы бос дейді. Жалпы керемет көлік. Енді бағалар жаңағы 14 миллион, 12 миллионның үстінде көрсетіп тұр бұлардың бағалары. Мынау артқы салон. Көріп тұрғандарыңыздай артқы салон кең. Жалпы мынау Hyundai Sonatаның прайс листі. Базовый комплектация 9 миллион 800 мыңнан басталады. Полный комплектация 13 миллион 790 мың теңге дейді. Ал мынау Hyundai Elantra'ның прайс листі 7 миллион 990 мың. Яғни 8 миллионнан басталады дей берсек болады. Базовый комплектация, ал высший комплектациясы 11 миллион 790 мың. Құрметті достар, мына Hyundai Elantra. Көріп тұрғандарыңыздай. Қазір мен сіздерге Elantra'ның ішін көрсетемін. Адамдар көріп жатыр әзірге. Оказывается, базовыйда 16 дюйм дискілер болады екен. Және уже комплектация жоғарылаған сайын өзінің айырмашылықтар болады. Фарасында болады, ішінде комплектациясында болады. Қазір мына жерде адамдар көріп жатыр. Осы кісілерден кейін мен ішін көрсетемін сіздерге. Мынау Hyundai Elantra'ның іші. Көріп тұрғандарыңыздай. Коробка автомат. Sonatадан айырмашылығы мынандай ұстайғышы бар екен. Және мына пассажирский жақты бөліп тұратын өзінің аркасы бар екен. Екі қоятын, стакан қоятын, яғни немесе бөтелке қоятын орын. Мына полный комплектациясы екен, айтпақшы. Кілт емес, пуш стартпен оталады. Яғни фара қосылып тұрады. Жалпы арты көріп тұрғандарыңыздай кең. Енді кішкене тарлау, неге Sonatаға қарағанда. Бірақ жалпы 7 миллион 900 мың теңгеден басталады примерно. Яғни 8 миллионнан басталады ғой бұлар. Полный комплектация жаңа айта кеттік, 11 миллион теңге екен. Жалпы каналымызға тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін жаңа жақсы көліктерді немесе бюджеттік көліктерді көрсетуге тырысамыз. Рахмет.